Өткен айдың басынан бастап Алматы шаһарының тұрғындары үшін керемет жоба қолға алынғанды. Ол Есентай Square. Онда еліміздегі джаз әншілері әлемдік хиттерді және де өздерінің жеке әндерін шырқайды. Дегенмен өткен сенбіде ерекше кеш болды. Ерекше деуіміздің себебі әйгілі Стиви Уандер шығармашылығына арналды. Ол сол кездегі және бүгінгі жастардың кумирі. Кумир ұстаз дегенді білдіреді. Сондықтан да мұндай идеяны ұсынған кезде барлық музыканттар бір ауыздан келісе кетті. Жанна ханым мұндай бастаманы қолға алғанымен өзі Стиви Уандер әндерін орындап көрмепті. Мен мысалға ешқашан әндерін орындап көрмеппін, бірақ өзіме оның екі әнін алдым. Бірі My Cherry Amor және I Just Call It. Әрдайым тыңдап қосылып шырқап жүретінмін. Дегенмен орындау мүмкіндігі бұйырмады. Ал сол мүмкіндік бүгін тек маған емес, барша әншілерге берілуде. Стиви Уандер әндерін Жанна ханым сахнада алғаш орындаса, Эста Бразерс тобы оның туындыларымен бала күнінен таныс, әрі шырқап келеді. Біз өте жоғары дайындықпен келдік деп айтсақ болады, себебі біз бүгін Алматының ең мықты деген джаз музыканттарымен орындайық деп отырмыз осы дүниелерді. Сондықтан да біз үшін ол екі есе жағы бір қорқыныш, уайым сезімі болып тұр. Дегенмен де біз жақсы шығып, жақсылап тұрып, халқымызға өзіміздің өнерімізді сыйлаймыз деген ойда отырмыз. Әйгілі әнші талай жүректі өзінің есті әндерімен жібітті. Сондықтан да аталмыш кешке көрермендер басталуына 2 сағат қалғанда жиналды. Бұл да ыстық ықыластың белгісі деп білеміз. Осындай кеш келер сенбіде де өз жалғасын таппақ. Ендеше қапы қалмаңыз.